Өте тамаша. Ал енді балалар, бүгін біз жаңа сабақта бастамас бұрын қандай ақын жазушыларды білесіңдер? Қасым Аманжолов, Төлеген Айбергенов, Бейімбет Майлин, Мариза Мұқасынова, Бағдар Жұмабаев, Махмет Абаев, Абай Күнбек, Мұқағали Мұқатаев, Сергей Зекулин. Өте тамаша. Ал енді балалар, Абай Құнанбаевтың қандай өлеңдерін білесіңдер? Қыз, жас, Ылым Тапай Мақтанба. Өте тамаша. Ал енді балалар, біз осы 5-ші сыныпта Абай Құнанбаевтың өткенбіз. Абай Құнанбаевтың өлеңінде жаттағанбыз, Кім Абай Құнанбаевтың өлеңін жатқа біледі? Ылым Тапай Мақтанба. Ылым Тапай Мақтанба, орын тапай баптанба, құмарланып шатанба, ойнап босқа күлуге, тез нәсерден қашық бол, тез нәсерге асық бол, адам болам десеңіз. Өте тамаша. Тағы да кім жатқа біледі? Қыз ақ киімді, денелі ақ сақалды, соқыр мыңқау тынымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау түсі суық, басқан жыры сықырлап келіп қалды. Өте тамаша. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты туындалым материалдардың мазмұны негізінде шынайы өмірмен байланыстырып жауап беру. Мәліметті жинақтай отырып, тақырып бойынша постер сызба кестелер жасау. Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы Райымбек ауданында дүниеге келген. Әкесі Ұлы Отан соғысында қаза тапқан. Орта мектепті бітіріп, түрлі салада мұғалім, диктор, журналист ретінде жұмыс істеген. Әл-Фараби атындағы КЗУ-да оқыған. 1976 жылы 27 наурызда өмірден озды. Мұқағали қазақтың лирик ақыны, поэзияда шынайылық пен махаббатты терең жырлаған. Өлеңдерінде туған жер, ана тілі, махаббат, табиғат, өмір мен өлім тақырыптары кең қамтылған. Белгілі шығармалары: Ана, Үш бақытым, Отан, поэзия, Шеше, Сен бақыттысың, Фаризаға жә, не тағы да басқа. Және де Абай, Пушкин, Шекспир, Данте шығармаларын аударған. Өмір дастан, Шуағым менің, Аққулар ұйықтағанда атты жыр жинақтары бар. Ал енді балалар, сәйкестендіріңіз, 27 наурыз, шағу. 76 жылы Қайтыс болған жылы. Қайтыс болған жылы, өте тамаша. Әл-Фараби атындағы, оқимыз. Ақылдан ақыл. Дұрыс, өте тамаша. Алматы облысы Райымбек ауданы. Не болды? Туған жері. Дұрыс, өте тамаша. Мұғалім, диктор, журналист. Кәсібі мен қызметі. Дұрыс, өте тамаша. Абай, Пушкин, Шекспир. Аударған қаламгерлер. 31 жыл 9 ақпан. Мұқағали Мақатаев туған жылы. Өте тамаша. Ана, Үш бақытым, Фариза. Белгілі шығармалары. Өте тамаша. Өмір дастан. Менің жинақтары. Өте тамаша. Балалар, Мұқағали Мақатаевтың «Шеше, сен бақыттысың» өлеңін мұқият тыңдаймыз. Осы бойынша біз тапсырмалар орындаймыз. Ана, сен бақыттысың, жыламағын. Жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаным. Сондықтан жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасындамын. Өлмеймін, мен өзіңдей асылдамын. Таусылып өз-өзіңнен шашылмағын. Байырғы берекеңді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа.
Өзім кепіл тот басып тоз басыма. Екі жыр жазсам саған бірін арнап. Ана деп жаздым ылғи сөз басытына. Тәңірім кеше көрсін кесірімді. Аспанға жазсам сенің есіміңді. Ана, сен бақыттысың, тербете бер. Құба талдан елден бесігімді. Қай санды таңдаймыз? Саған бұл өлең ұнады ма? Я, ұнады. Өте тамаша. Тағы да қай санды таңдаймыз қыздар? Бірінші. Шеше, сен бақыттысың деген жол өлең нені білдіреді? Ана өмірдің тірегі. Ана өмірдің тірегі. Өте тамаша. Тағы да қарай. Екінші. Өлеңнің авторы кім? Мұқағали Мақатаев. Өте тамаша. Екінші. Ақын анасына қандай сөз арнайды? Анасы бақытты жан екенін айтады. Бақытты жан екенін айтады. Өте тамаша. Тағы да, Амин. Бесінші. Анасы қандай адам деп сипаттайды? Мейірімді, сабырлы, еңбекқор. Өте тамаша, еңбекқор, мейірімді, сабырлы. Ары. Өлеңнің негізгі тақырыбы қандай? Негізгі тақырыбы қандай? Ананы құрметтеу, анаға арналған өлең. Тағы. Малика? Несіңіз? Ақын бұл өлеңде кім туралы айтады? Анасы туралы айтады. Өте тамаша, анасы туралы айтады. Соңғы сан. Өлеңнен анаға деген махаббат байқала ма? Я, байқалады. Өте тамаша. Мұқағали Мақатаевтың қандай өлеңдері бар екен? Өте тамаша. Ал енді балалар бірінші топқа осы Мұқағали Мақатаевтың «Шеше, сен бақыттысың» өлеңін өмірмен байланыстыра отырып, менің бақыттым деген тақырыпты қосып қорғайсыңдар. Екінші топ, менің бақыттым деген өлеңін өмірмен байланыстыра отырып, яғни менің бақыттым деген тақырыпта қосып қорғайсыңдар. Менің бақытым, өз тілі бар адам бақыты. Менің туған жерім Масанчи. Туған жері бар адам бақыты. Қазақ тілі мемлекеттік тіл. Елін жерін құрметтеу біздің парызымыз. Бірлігі бар адам бақыты. Өз тілі бар адам бақыты. Менің байлығым ана, анам менің жүрегім, анамды жақсы көремін, анам менің сырласым. Анасы бар адам бақыты, анам махаббатым, анам қиын сәтте қолдау береді. Ана біздің байлығымыз. Өте тамаша. Осы Мұқағали Мақатаевтың өлеңін өмірмен байланыстыра отырып, дәптерлеріңе өз ойларыңды 5-6 сөзбен жасасыңдар.
Ана менің ең жақын досым Мұқағали Мақатаевтың өлеңі анамды ерекше қадірлеуге шақырады. Ақын анасына деген шексіз махаббатпен құрметін айтады. Мен де өз анамды жақсы көремін және оның бақытты болуын тілеймін. Анамның әрбір сөзі мен үшін маңызды, ол мені өмірде дұрыс жолмен жүріп, жақсы адам болуға үйретеді. Мұқағали Мақатаев, шеше сен бақыттысың. Өлеңі менің жүрегімде үлкен орын алады. Өлеңде ақын анасына баласының бақытты болуын тілейді. Мен де анамның әрдайым бақытты болғанын қалаймын. Ол мені өмірге әкеліп, менің әрдайым қолдап келеді. Анамның бақытты болғанын көру мен үшін ең үлкен қуаныш. Оның маған жасаған барлық жақсылықтары мені бақытты етеді. Шеше сен бақыттысың. Өлеңін оқығанда менің анам есіме түседі. Ақын өлеңде анасына өзінің шексіз сүйіспеншілігін білдіріп, оны бақытты болуын қалайды. Мен де анамның бақытты болғанын қалаймын. Анам менің әрдайым қолдайды. Сабақтың соңында кері байланыс жасайық, бір-бірден келіп, барлығын түсіндім. Екіншісі сабақ қиын болды дегенге келіп, кері байланыс жасаймыз. Так, шығыңдар қыздар, бір-бірден. Тез. Балалар, бүгін менен Мұқағали Мақатаевтың өмірімен, өлеңімен, шығармаларымен таныстық. Сендерге сабақ ұнады ма? Иә. Рахмет сендерге. Енді сендерге сәттілік тілеймін. Рахмет.